Мәселен, адам өз-өзін иә мен қателесіп балгерге барып жүр екенмін деп айтпайды ешқашан. Бірақ туыстары байқауы мүмкін, әке-шеше, бауырлары байқауы мүмкін. Соларға бір нақты кеңес берсек, не істеу керек бірінші кезекте олар? Бірінші, ақша сұрады ма, қашу керек. Иә, мен де соны айтқым келіп отыр. Ақша сұрады ма, мейлі ол тіпті салық төлейтін болса да. Яғни ол мен дінімізде ондай нақты такса қойып, мынау былай болады деген нәрсе, дем салуды немесе соған байласа, онда бұдан қашу керек деп айтқан болар едім. Бұл бір. Екіншісі, дем салуға егер келетін болсақ, сіз өзіңізді өзіңізге дем сала аласыз. Екі. Үшіншісі, ең дұрысы, мейлі ол қандай бақсы болсын, қандай болжаушы болса да, бірінші жергілікті жердегі мешіттің ресми діни басқарманың қойған имамына барыңыз. Бір ма? Екіншісі, тура солдай имамның екінші мешіттің және бір имамына барыңыз. Адамның өзінің ішкі дүниесіне салыстыру дүниесі бар. Мынау былай айтты, мынау былай айтты, ортасына бір сөз шығады. Өз сөзіңді мақұл деме, көпшілікке салып көр дегендей, тыңдап көріп, ортақ шындығы шығады. Әйтпесе жаңағы бір адамға көрсе, тек қана сыйыну. Бір пікірмен шектелу. Бақсы осы. Қалғанын біз айттық. Жақсы. Мен де сол айтқым келіп отырғаны, иә, жаңағыдай ақша қоятын болса, шын қасиет болса, шын қабілет болса, оның бойында шынымен жаңағы адал, тақуа адам болатын болса, ол ақша сұрамайды. Осыған мән беру керек деп ойлаймын. Одан кейін заң жүзіне қарау керек. Жаңағы дәрігер, мысалы, ауыратын болса, дәрігерге қаралу керек. Көп жағдайда дәрігерге бармай, тыртап жүреді дағы, кеш болып қалады өкінішке орай. Сосын барған кезде ол қиын жағдай болады да. Уақыт кетіріп алады. Уақыт кетіріп алады, иә.